Сәлем, назарларыңызға психологиялық тест. Қай құлыпты таңдайсыз? Берілген құлыптардың ішінен кез келген біреуін таңдап алыңыз. Сонымен, егер бірінші құлыпты таңдасаңыз, бойыңызда лидерге тән қасиеттер жақсы дамыған, олардың өмірде жетістікке және көздеген мақсаттарыңызға жетуде көмегі зор. Сол себепті осы қасиеттеріңізді одан әрі шыңдай түсіңіз. Екінші құлып, өмірге дән риза, нағыз оптимисттің өзісіз. Сіздің адамдардың бәрі жақсы. Ұтымды ойлау мен парасат пайымдылық сізге тән емес. Кейде осындай қасиеттеріңізден опық жеп жүресіз. Қызғылт түсті көзілдірікті шешіңіз. Үшінші құлып, сіздің мықты жағыңыз, күш-қуатыңыз әрдайым тасып жүреді және кез келген жұмысқа көз жұмып кірісіп кетесіз. Табандылығыңыздың арқасында көздеген мақсатыңызға қарай сенімді қадамдар жасап келесіз. Бастысы, мақсатқа жететініңізге шынайы сеніп, еңсеңізді түсіріп алмау. Төртінші құлып, мінезге берік, нағыз аналитик адам. Бұл мінезіңіз карьера мен жетістікке жету жолында өте көмектеседі. Ал жеке өмірде керісінше кедергісін келтіруі мүмкін. Адамдармен жұмсақтау болғаныңыз жөн. Олардың проблемасына ден қоя біліңіз. Бесінші құлып, бұл адамның мықты жағы жақсы еске сақтау қабілеті. Осы қабілетінің арқасында кез келген мәселеде тез шешім тауып кете алады. Сондай-ақ аз уақыттың ішінде жаңа кәсіпті тез игеріп кетеді. Қабілетіңізді одан әрі шыңдаңыз, сонда барлық мақсатыңызға жетесіз. Егер тест ұнаса, біздің каналымызға тіркеліп, және де лайк басып кетіңіз, және қоңырау басыңыз. Сонымен сіздермен бірге болған пайдалы психолайф.